Ержүрек батырлар, барлық турбозаврлар, көмекке шақырсаң жаныңнан табылар демек. Достарың қасыңда, еш қамықпа, қиын жағдай болса, сен қорықпа турбозаврлар, ерекше батыл турбозаврлар, көмекке шақыр турбозаврлар. Қорықпаймыз барда қосай, ұшып сен самға, қаттырақ айғайла турбозаврлар. Турбозаврлар. Жел диірмені. Сөйтіп, патша. Петя, мультфильмді қоса бер, мен балмыздағы алып келейін. Азғантай ғана жеуге бола ма? Иә. Теледидарымыз көрсетпей қалыпты. Біздің тоңазытқыш істен шығыпты. Балмыздақтың бәрі еріп кетіпті. Жарық сөніп қалған ғой. Мультфильмде балмұздақ та жоқ. Енді қалай өмір сүреміз? Енді бұрын қалай өмір сүрсек солай. Бұрынғы замандағыдай. Менің көне динамо машинам бар еді. Мінекей. Егер оны айналдырса, электр бөледі. Кәне, көршілерге барып, жарық бар мекен көріп келейін. Кәне. Мүмкін емес. Тот басып кеткен. Шам жану үшін оны қатты айналдыру керек пе? Тот басып кеткен болса, оны кім айналдырады? Турбозаврларды шақырамыз. Турбозаврларды шақырдыңдар ма? Тізгінді маманға беріңдер. Кәсіби маманға жол беріңдер. Мұның енді дұрыс. Ал сен зер, жарықтың неге сөнгенін ұшып барып біліп кел, жарай ма? Турбозаврлар алға! 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 Жел диірменінің бірі құлап қалғандықтан жарық сөніпті. Неге маған тесіле қарайсыңдар? Жел диірмені күшті желден қисайып қалған ғой. Ондай зырылдауықтың не керегі бар, а? Динамо машина сияқты ғой. Бұл жерде қалақшаларды жел айналдырады. Одан электр бөлінеді де, содан үйдегі тоңазытқыш, теледидар іске қосылып, жарық жанады. Жел диірменін жөндеу үшін оны орнына қою керек. Трак, сен көтер, біз көмектесеміз. Ал сен зер, жел диірмені түзелгенде жалауды серме. Түсінікті ме? Турбозаврлар алға! Жақсы. Көтер. Тағы да. Болды. Вау. Тереңдігін тексеріп жүргем. Абайлау керек. Шұңғыр терең екен. Араны қуып жатқаным ғой. Күш. Жел диірменін биікке бекіту керек. Бірақ Анкенің смарқаны жетпей қалды. Не істеу керек екенін мен білем. Керемет!
Ай, көтердік! Алақай, қалада қайтадан жарық жанады. Бес минуттан кейін қататтап тастай болады. Ешқандай дауылдан қорықпайтын болады. Жарғысын не істейміз? Оны ұстап алу керек. Турбозаврлар, шарғының соңынан қуыңдар. Дегенмен электр деген ең маңыздары, ең қажет өнер табыс қой. Әже, динамо машинаны айналдырдық, бірақ шам жанбады. Неге? Ой, оның шамы күйіп кеткелі қай заман. Турбозаврлар. Балық аулап алайық. Қоршаған ортаны Әжем тазалау. балық сорпасын дайындап береді. 2 тәрелкесін бірақ ішіп қоятын шығармын. Ха-ха, алдымен балық аулап алшы. Аулағанда қандай? Сенен де көп аулаймын. Оны көре жатармыз. Неткен ұяты жоқ жандар, қоқыстарын жинамай шашып кетіпті. Бұл дұрыс емес. Кеттік, басқа жер табайық. Жоқ, мұны бұлай қалдыруға болмайды. Қоршаған ортаны тазалауымыз керек. Қоршаған орта. Бұл жерде қоқыс толып жатыр. Жұмаға дейін де тазалап бітпеспіз. Бізге кім көмектесетінін мен білем. Сәлем, балық аулап келе жатқан сияқтысыңдар ғой. Бірақ балықтарыңды көрмей тұрмын. Әлі балық аулаған жоқпыз. Ол жерде қоқыс толып жатыр. Сұмдық. Сөйтіп ол жерді тазалауды жөн көрдік. Бірақ көмек қажет. Күйме дайын. Көмекшілерді алып қайтайық. 32, 33, 34, 35, 35. Сенің кезегің Трак. 1, 2, 3, 4, 45, мен жеңімпазмын. Қалай санайсың? Әділетсіздік қой. Білгенімше санап жатырмын. 2-ні 2-ге көбейтсе қанша болады? Шамамен 7, 8. Өзім де солай ойлап едім. Бұл, көрдің бе? Ол әдейі істеген жоқ. Бәріңе сәлем. Көмектерің қажет. Тоғанға барсақ, ол жерде. Мәссаған. Иә. Бірақ мұны қалыпқа келтіреміз. Қоқыс биоыдырайтын және ыдырамайтын болып бөлінеді. Бұл биоыдырайтын қоқыс. Ал мынау ыдырамайды. Бір-бірінен ажырату керек. Био, не дейсің? Биоыдырайтын, ол уақыт өткен сайын жойылып кететіндері. Оны жинап алып, көміп тастау керек. Ал қалғанын қоқыс контейнеріне апару керек. Трак, сен пластиктер мен шыны бөтелкелерді жина. Бұл қалғанын үйінде өтіп жина. Тор, сен шұңқырды көміп, сосын Анки екеуің жерді тегістеңдер. Зер, сен бізді жоғардан бағыттап тұрасың. Менше, мен не істейм? Тор мен Анкиге қоқысты көмекті жерді тегістеуге көмектес. Турбозаврлар, алға! Анекей! Әне, сол жағында тағы біреуі жатыр.
Сен де тегістейінші. Протекторымның өзі әдемірек. Осымен бітті. Енді бұл мына қазынаның бәрін қоқыс контейнерлеріне жеткізеді. Пластик пен шыныларды бөлек контейнерлерге тастау керек. Ұмытып кетпе. Тұрақ қайда? Жақсы жұмыс атқардық. Енді балық аулауға да болады. Қайықсыз балық аулай ма екен, а? Трак, данышпансың ғой. Шамамен мына жүзу құралына 1, 2, 5, 7, 20, 100, 500 бөтелке кетті. Енді балықты кім көп аулайтынын көрейік. Ал, жарысып көрейік. Керемет жұмыс атқардық. Айнала әдемі болып кетті. Біреу тағы да қоқыс тастаса ше. Уайымдамаңдар. Әуе барлаушысы бақылап жүреді де бір белгі береді. Сол кезде Трак былай жасайды. Қане, Трак! Сол кезде адам қоқысымен қосып желмен ұшып кетеді. Дұрыс. Турбозаврлар. Мұнау Құтқару тоқтауға болмайды оқиғасы. деген белгі. Бұл белгі тұрған жерге машина қоюға болмайды. Қалғандары қайда? Жол ережесін бәріңе үйретемін деп едім ғой. Қайда кетір дейсің? Қазір келетін шығар. Көмектесіңдер! Сұмдық жағдай болды. Құтқарыңдар! Зер, не болды? Тыныш. Зер, не болды деймін? Айтпақшы, До қайда жүр? Соны айтқым келген. Оны ұрлап кетті. Қалаға барған ет. Сол жерден алып кетті. Ол мына белгінің не екенін білмеген ғой. Жай көлік сияқты алып кеткен. Тынышталыңдар. Барлық қиындықтың шешімі болады. Бізге жол көрсет, Зер. Турбозаврлар алға! Тоқта, ал Тракши? Қаланың ішінде робот көзге түсіп қалады ғой. Трак бізбен бірге барады. Көрде тұр, оны ешкім байқамай қалады. Осы арадан бір нәрсе көрген сияқты едім. Ал керек болса. Доның қайда екенін нақты біліп алуымыз керек. Зер! Бара жатырмын. Осында екенсің ғой. Әрең таптым ғой. Ұстап алды, ұрлап кетті. Енді не істеймін? Сабыр сақта, До. Менің екінші атым супер құтқарушы. Уәде берем, көп ұзамай бостандықта боласың. Бізді ешкім байқамай қалды. Тракты түсірейік. Ой, мына жер қандай тар еді. Доны таптым. Ол екінші қабатта екен. Ол тұрған жақтың қабырғасын бұзу керек. До сол жерден ішке кіреді. Содан кейін ол жерде ешкім байқамайтындай қайтадан жасап қоям. Ол екінші қабаттан қалай түседі? Мұнда баспалдағы жоқ. Қолымыздан келмейді. Соны да сөз деп. Таптым. Бұзылған жерге төмпешік жасаймыз. Ал До сонымен сырғанап түседі. Міне, қараңдар. Керемет. Трак, До тұрған жақтың шатыры мен қабырғасын ал.
Анкей, кедергі болмас үшін сен оларды бір шетке шығарып қой. Тор, бол, сендер төмпешік тегіс шығу үшін ойықтың астына құм төге беріңдер. Ал мен не Сен істеймін? жан-жақты бақылап, бізге хабар беріп тұр. Біреу келе жатыр. Тағы құрылыс жүріп жатыр ма? Қазын іздеп жатыр ма? Қаза береді екен, түр. Кетті бе? Шыға берейік бе? До, дайын ба? Иә, Осылай, жарайсың. Сол жаққа, оң жаққа. Ал енді қабырға мен шатырды орнына қойып, құмды тегістеу керек. алақай, үйге барам. Достар, сендер болмағанда не істер едім, а? Дос деген басыңа қиындық түскенде керек. Бірақ келесі жолы мына белгінің жанынан тоқтама. Бұл қандай белгі? Ай, саған жол ережесін үйрету керек екен. Көп жүзіне ереже керек емес. Ой! Турбозаврлар. Зымыран. Ей, қайда кеттіңдер? Футбол ойнайық та? Бос емеспіз ғой, көрмей тұрсың ба? Не істеп жатқанымызды сұрама. Ол құпия. Айып тоба, аяғыңды тостың, тіспен ойнадың. Солай ма? Жарайт, мен өте алыстан бар екпінмен келемін. Мінеки, біз зымыран құрадық. Бірақ бұл әжемнің қол арбасы ғой. Қол арба болған, ал енді зымыран. Мұның не? Сындырасың ғой. Ғажап, айдауға бола ма? Жоқ, зымыранды тек біз ғана айдай аламыз, ал сенің қолыңнан келмейді. Меніңше сендер сараңсыңдар. Кеттік, достар. Біз сараң емеспіз. Тек жай ғана ұқыптымыз. Ал енді естелікке суретке түсейік. Керемет! Енді былай көрейік.
Трак, сен өте ауырсың. Бұл тым қауіпті. Тежегішті бас, Трак, алдымызда батпақ бар. Тежегіш туралы ұмытып кетіппін. Тездетіңдер, Трак батпаққа құлап кетті. Трак бәлеге ұшырады. Турбозаврлар алға! Мен құтқарушы болам. Жоқ, болмайды екем. Уақытты текке кетірмейік. Батпаққа батып кетер. Анки, оған Смарқанды лақтырып, оны жағалауға шығар. Петя, Катя, тезірек Смарқанды тартып, ағашқа ораңдар. Шыда, Трак, жақындап қалдым. Ілгекті лақтырыңдар. Тезірек! Не істеу керегін білеміз. Тор, сенің көмегің қажет. Анки, тарт! Мені батпақтан шығарғандарың үшін рахмет, достар. Турбозаврлар қашан да көмекке келеді. Ал мен ұшып келем. Турбозаврлар. Ананас. Ал мен екеуін жеп қойар едім, бірақ асап. Ал мен үшеуін. Жоқ, сенің ішіңе 3 ананас сыймайды. Ал мен асықпай жеймін. Мысалы, бір апта. Бірақ дал болғаны өкінішті. Сондай дәмдет. Не? Дәмді ме? Тек біреу ме? Ананас. Әжем сатып алып берген. Сондай көкеніс, әлде жеміс пе? Ананас айдарлы шөптесін өсімдік. Интернетте солай жазылған. Өзім оқыдым. Мен де шөптесін өсімдік жегім келеді. Мен де. Иә, бәріміз жегіміз келеді. Бірақ басқа ананас жоқ. Ол сонда қайда? Жеп қойдық. Өзім де білемем. Өзім де сезімем. Менде бір ой бар. Жеген ананасымыздың бас жағы қалған. Оны егуге болады. Сонда жаңа ананас өсіп шығады. Бас жағы? Қайда? Қане, жылдам егейік. Біз жақта ананас өспейді. Ол үшін жағдай жасау керек. Демек, жағдай жасаймыз. Жылы жер және көп су қажет. Жылы жай саламыз. Бұл леопард 2-ші патшаның сарайындағы жылыжай. Осыны қайталап салуға болады. Бұл үлкен сарай ғой. Ендіше, Леопольдтан кембіз бе? Мүсіндерде қоямыз ба? Тракты тұрғызып қоямыз. Сол мүсін болады. Қайдағын айтпаңдар, мүсін сізде болады ғой. Заманауи материалдардан сарай саламыз. Металл құбырлар қажет, әйнек. Оның бәрін қайдан аламыз? Ауылдың шетіне жақында жаңадан үй салды. Бір үйінде құрылыс қоқыстары жатқан. Иә, айтпақшы, әжем мұнаның бәрін қашан қоқысқа апарып тастайды деп ұрсып жүрген. Қоқысты біз жинап ананас өсіреміз. Турбозаврлар, алға!
Қызық екен. Тіпті өте қызық дерем. Иә. Трак, қаңқасын дайында. Тор, жерді қазып, өзенге қарай ор жаса. Трак ол жерге құбырларды орналастырады. Олар суғаруға қажет. Турбозаврлар алға! Оңға қарай, солға қарай, оңға қарай, осылай дұрыс. Жақсы. Мен де пайдамды тигізгім келеді. Сен осы жердің бастығы боласың. Оңға қарай, өте дұрыс. Бізді жоғарырақ көтер. Осылай. Тракт, енді осы иіндерді жерге қадау керек. Тор, орды тоғанға дейін қаз. Өсімдіктерге су қажет. Жақсы. Ұқсаған сияқты. Алақай, айнытпай жасадық. Жарайсыңдар. Бас жағыншы, оны қашан егеміз? Бүгін егеміз. А? Ананас қашан дайын болады? Ертең бе? Жоқ, Зер, біраз күтуге тура келеді. Жарайды, дайынмын. Суарып, күтім жасап, сабырмен күтем. Біреу келе жатқан сияқты, жасырынайық. Бұл не өзі? Мұндай керемет қайдан пайда болды? Өзіміз де білмейміз. Келсек осында тұр. Ешкімдік емес сияқты. Ешкімдік емес пе? Жақсы екен. Ананас өсіріп жатқан сияқтысыңдар ғой. Ал мен қызанақ көшеттерін алып келейін, орын жетеді екен. Әне, енді қызанақты да суаруға тура келеді. Оларда ананас сияқты дәмді ме? Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2021 жыл.